Қайырлы күн, жас достар! Бүгін біз кезекті адалдық сағатында қазақ халқына аты кеңінен мәлім, ақын, тілші, әдебиетші, дін мен философияны меңгерген тарихшы, фольклорист, әулие Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармашылығы жөнінде мәлімет алатын боламыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап, 20 ғасырдың бірінші жартысында небір қилы, ауыр кезеңде өмір сүріп, соған қарамастан шығармашылықпен айналысқан адам. Қазақ халқының ауыз әдебиетін, шежіресін жинап, кейінгі ұрпаққа табыстап кеткен ұлы ғұлама. Атамыз Мәшһүр Жүсіп Баянауыл ауданы, Қызылтау аумағындағы Әулие тауының баурайында 1858 жылы қой жылы, жұма күні жарық дүниеге келген. Бала Жүсіп 5 жасынан хат танып оқи білген. 9 жасынан қазақ жырлары мен өлеңдерін жазып алып, жатқа айтып жүрген. Жас Жүсіптің даңқы алысқа кетеді. Мәшһүр атамыздың шығармаларында қазақ еліндегі болып жүрген жемқорлық, парақорлық, жағымпаздық, ұрлық пен алдау, зорлықты өлтіре сынап, жан-жақты әшкерелейді. Ол қазақ елінің болашағы үшін жанын аямаған шыншылдық пен әділдік, адалдық, бірлік, татулық жайында өте көп жазған. Сол сияқты алып сатарлық, алдау, зорлық, әділетсіздік, жемқорлық, шала оқыған кейбір қожа молдаларды да тағы басқа жағымсыз қылықтарды әр уақытта сынап отырған. Шайтанның саудасы атты өлеңі бүгінгі күні де өзінің құнын жойған жоқ. Ақын айтып жырлап өткен мәселелер уақыт өткен сайын құндылығы арта берері сөзсіз. Мәшһүр Жүсіп өткір сынаған 20 ғасырдың басындағы өзі көзімен көрген белең алған келеңсіз көріністер 21 ғасырда да ара-тұра кездесіп қалатынын неге жасырамыз? Ауруын жасырған өледі. Мінекей Мәшһүр Жүсіп осындай жаман әдеттермен қолына қаламын алып күресті. Жемқорлықты, жалған сөйлеуді, еңбек етпей біреуге қолын жайып отыру, біреуден емініп, тілемсектік пен күнін көру сияқты жалқаулықты, кежірлікті де өткір сынаған. Халықты бірлікке, әділетті, адал болуға үндейді. Еңбек етуге, білімді болуға шақырады. Мәшһүр атамыздың өлеңдерінде, шығармаларында тек қана адалдық, ғылым, білім, достық айтылады. Қазақ елін тығырықтан